Hi there! Оқушылар, егер дайын болсаңдар, сабағымызды одан ары қарай жалғастырайық. What's up? Nothing much. What are you up to? Nothing really. We're just chilling. Hey, you're really rocking those cool jeans. Thanks a bunch. They're from the mall. There's a huge sale at the cool store we really like. But hey, I can't talk now. I gotta run. Catch you later. Later, dude. Оқушылар, біз жоғарда Майра мен Лисаның диалогын естідік. It's probably the same in the country you come from, but teenagers here sometimes sound like they speak a different language. Яғни, жастар, тағы да оқушылар, жас оқушылар бір-бірімен сөйлескен кезде slang сөздерін көп істетеді. Олай болса, what is slang? Slang яғни informal language. Бейресми түрде қолданылатын сөйлемдер. Ал бұл slang сөйлемдерін біз қай кездерде қолдануға болмайды. Яғни жазғанда қолдануыңызға болмайды. Сонымен бірге бастықтарыңызбен кездескен кезде, не болмаса жиналыстарда, professional meeting кезігулерде қолдануға болмайды. If you start talking like that in the house, the money I pay for your education is gone. No cap. Okay. Кей кезде slang сөйлемдердің не маған екенін білмесеңіз, ағылшын тілі қолданушылардың не айтып жатқанын түсінбей қалуыңыз мүмкін. I'm not lying. No cap. Yeet? The f*** does that mean? You haven't heard this? Yeet? Yes. How would I know what yeet means? That's an actual thing? Yes. No, I have no idea what that means. There's no such thing as yeet. That is... You people actually say yeet? Yeet? When do you say this? Yeet. I don't know. People don't really define it. Like, they just say it for no reason. Ал енді біз бүгінгі сабағымызда Майра мен Лиса қолданған кейбір slang сөйлемдерін үйренетін боламыз. Ал олай болса, тақтаға назар аударайық. Chilling. Just chilling. Бұл жерде бұл сөздің мағынасы just relaxing. Мен демалып отырмын деген мағынаны береді. Ал енді мына сөзге қарайық. A bunch. Ал бұл сөздің мағынасы бұл жерде a lot, many деген мағынада өз тілімізге аударатын болсақ, көп рахмет, a bunch, thanks a bunch, көп рахмет деген мағынада келеді. Rocking. Ал бұл сөздің мағынасы бұл жерде wearing something well. Мысалы, бір киімдерді әдемі киінген болса, сол әдемі киінген кісіге rocking деп осы сөзді істетуге болады. Ал енді мына сөйлемге қарайық. Catch you later. Ал бұл сөйлемнің мағынасы бұл жерде біраздан кейін кездігейік, артынан кездігейік деген мағынада. Ал соңғы сөзге қарайтын болсақ, dude. Бұның мағынасы guy, не болмаса man деген мағына береді. Одан басқа досым, дос деген мағынаны да береді. Одан сырт әзір қыздар да бір-біріне кейде dude деп істетеді. Ал бұл оқсамаған ахуалға қарай бұның мағынасы да өзгереді. Мысалы, сіз бір дүниеге қатты ашуланған болсаңыз, қарсы жақ соны дұрыс істемеген болса, hey dude, what are you doing? Мысалы, даусыңыздың тоны өзгерген болса, онда ол ренжіген мағынада келеді. Сонда бұл сөзді істеткен кезде сол қай жерде істетіп жатырсыз, қандай ахуалда қолдандыңыз, соған қарай мағынасы өзгереді. Оқушылар, біз сөйлемдерді тағы бір рет көріп шығайық. Майра, what's up? Майра, ахуалың қалай? Не хабар? Nothing much. What are you up to? Ешқандай жаңалық жоқ. Ал сенші не істедің?
Nothing really. We are just chilling. Менде де ешқандай жаңалық жоқ. Бәрі баяғыдай. Жай ғана демалып отырмын. Ал келесі сөйлемге қарайық. Hey, you're really rocking those cool jeans. Бұл киген киімің не деген жарасқан. Бұл жерде jeans деп киген шалбарын айтып жатыр ғой. Ал енді одан басқа мысалы көйлек киген болса cool dress. Не деген жарасқан көйлегің өзіңе керемет жарасыпты деген мағына береді. Okay, what is next? Келесі сөйлемге қарайық. Thanks a bunch. Біз a bunch дегенді үйрендік. Мысалы, lot, many деген көп-көп рахмет. Бұл жердегі мағынасы көп-көп рахмет. They're from the mall. Бұл сауда орталығынан келген, не болмаса, бұларды мен сауда орталығынан сатып алғам. There's a huge sale at the cool store we really like. Бұл сөйлемді аударатын болсақ, бізге ұнайтын сауда дүкенінде үлкен сатылым болып жатқанда сатып алғамын деген мағына береді. Бәлкі мен дұрыс аудармаған болуы мүмкін. Негізгісі осындай мағына береді. Ал енді мына сөйлемге қарайық. But hey, I can't talk now. I gotta run. Catch you later. Ал бұл сөйлемнің мағынасы, бірақ та hey, мен қазір семен сөйлесе алмайтын болдым. Дереу кетуім керек. Артынан хабарласайық, не болмаса артынан кездігейік деген мағына береді. Ал енді ең соңғы сөйлемге қарасақ, later dude, яғни жарайды онда досым, артынан кездігейік деген мағынада. Оқушылар, біз жоғарда сөйлемдердің бәрін үйрендік. Ал енді оны жазып, жаттап үйрену ол сіздің қолыңызда. Бүгінгі сабағымыз осы жерге дейін. Келесі сабақта кезіккенше күн жақсы. Bye. Was leaving someplace I didn't want to be, I'd say, oh, I'm yeeting out of here. No way. Yeet means to throw something. Like, yeet! It's like when you're lying, but then you're like, I do all the time when you're lying. You're like, no, just kidding. That's what it means. Oh, like psych? Yeah. Oh. If you told me really good news, I'd be like, yeet! I would be happy. But then you can So also why don't you say use it- happy? Or people just grab people's ponytails like, yeet. Oh, sorry. You're making things up because you don't even know what yeet is. That's not You're true. making it up now. I'll tell you what it is. Nothing. Next.